Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен холодильникте тұрып қалған, әбіріп кеткен, немесе қалып қалған дүниелермен тәтті тауық жасайтын боламыз. Мына жерде менде шамамен 2 килограмм крылышки, голень немесе окорочка алсаңыздар болады. Дополнительно 2 окорочка қостым. Жуаларыңызды турап, жаңағы окорочкаларыңызға салсаңыз болады. 2 жуа салсаңыздар да болады. Және де менде 4 сарымсақ, точнее чеснок алдым. Чеснокты да өз еріктеріңіз қалай бөлсеңіз. Одан қалса тұрып қалған менде соевый соус, кетчуп, горчица, мынау енді срок өтейін деп тұрған қаймақ. Солардың барлығын осылайынан салып, одан қалса бұрыш пен тұзымды салып, барлығын күшейтіп араластыратын боламын. Сен өз кезімін арықтайды ғой бетін. Сәттес пергаментіне салған бетін жағардың. Домой точно буду смеяться, если завтра пойду в школу. Неге? Какая прическа Ия! Здесь күле беретін алғаннан да. Нет, Смеяться вообще кому-то это вообще, это самый низкий поступок. Аллах Тағала вообще не любит таких людей. Не надо так говорить. Пусть смеются. Алланың алдына барғанда өздері жауап береді. Сол істер үшін. Если хотят, пусть смеются. Сөйтіп баламен әңгімелесіп тұрып окорочкамызды сық етіп маринадтап ертеңге дайындап қойдық. Ал егер де пісіріп жатсаңыздар ас болсын.